Ассалаумағалейкум, мен құрметті подписчиктерім. Осындай өте дәмді котлетті қаласаңыздар, менің видеомды соңына дейін көруге кеңес беремін. Бізге керектілер 1-2 тілім нан, нанымызды суға салып, осылай жібітіп аламыз. Қолдан фарш жасаймыз, осылай еттерімізді ұсақтап тураймыз, және бір дана жуа керек болады. Жақсылап барлығын ет тартқыштың немесе осындай чоппердің көмегімен блендерлейміз. Бұл жерде нан мен жуамызды блендерлеп ұсақтап алдым. Одан кейін етімізді салып, жақсылап ұсақтап фарш жасап аламыз. Міне қарасаңыздар, осы чоппердің көмегімен жақсылап фарш жасап алдым. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Одан кейін қара бұрышымызды салып, жақсылап бір араластырамыз. Бір келкі масса болғаннан кейін, бұл жерде бір құпиясы, осылай фаршымызды ұрғылау керек. Сол кезде ол өзінің формасын жақсы ұстап, фарштарымыз ыдырамайтын болады. Әркім өз қалауынша формада жасайды. Мен осылай дөңгелектей формада жасадым. Шімшік майымызды алдын ала қыздырып аламыз. Сол қызған майға котлетімізді салып, жақсылап екі жағы қызығанша қуырамыз. Міне қарасаңыздар, бірінші бетін қуырып жатырмын. Енді жақсылап екінші бетін осылай қызарғанша қуырамыз. Содан кейін томатты суымызға, яғни томатты соусымызға 10-15 минут жай отта бұқтырып пісіреміз. Қарасаңыздар, бұл жерде котлетіміз өте жұмсақ болып піседі. Қасына гарнирге пюре немесе күріш қосып берсеңіздер болады. Егер менің рецептім ұнап жатса, мені белгілеп кетіңіздер. Және де ас болсын достар.